Бұл мусор бойынша мында жаман сасиды, тем более жазды күндері жел бізге қарай болады. Бізге қарай болған соң олар еще түтейді, жағады. Олардың истер бәрі бізге келеді. Мысалы біздерде аттар да бар, үйде балалар бар дегенде, ол иіс үйге де кіреді да, мысалға. Қашаннан бері осындай жағдай болып тұр? Мен өзім көзіммен көргенім примерно 3 жылдай болды. Осымен 3 жыл. 3 жыл дәл осы лақтырып жатыр, иә? Ешқандай ондай өзгеріс жоқ, ондай өзгеріс көрмедік. Наоборот, ана жаққа тастаудың орнына мақұл енді. Қазір бізде мұнда өзіміздің ат жүретін жерлердің өзі де қазір қоқыс болып жатыр да, мысалы қарап отырсаңыз. Шамалы жүрсеңіздер былай қоқыстардың тастап кеткен жерлері көрінеді. Қоршаған ортаны үйтіп ластаудың қажеті жоқ деп ойлаймын енді. Жоғарыларға айтуға да былай тіліміз бармайды, не де болса. Бәрібір төбедегі көрген істейді дейді ғой. Сол сияқты ғой. Сегодня 7 марта 2025 год, Хуяндинский карьер. Вот машина ZRVS идет, она там разгрузилась на карьере, вот там карьер. И вот машина ZRVS едет оттуда, с Хуяндинского полигона. Номер машины 317 DH02. Вот он, ZRVS. Горкомтранс. Автомашина 922 ВМ09. Вот прошла на карьер. Дальше там дорога плохая, мы проехать не смогли. Вот она прошла на карьер. Вот она заезжает на первую ячейку, а ЗРВС и Тазажир они заезжают на вторую ячейку. Сегодня 7 марта 2025 год. Машина Тазажир Капитал. Госномер 640 СТ01. Тазажир. Вот он проезжает. СТ01. Тазажир Капитал. Вот Хуяндинский карьер. Вот сюда они возятся. Везде вот свалка. Несанкционированная свалка. Вот они. Министр мырза, сізге сауалым. Баймедиа ақпараттық агенттігіне жеке тұрғындармен экологтар хабарласып, экологиялық жағдай бойынша шағым білдірген еді. Астананың іргесінде Қояндының маңында кезінде топырағы қазылып, үлкен-үлкен карьерлер пайда болған. Бүгінгі таңда жеке азаматтар сол карьерлерді меншіктеп, ақылы түрде қоқыс қалдықтарын қабылдап жатқандығы жөнінде бізге ақпарат түсті. Енді біз барып көзімізбен көрген жағдай, жеке азаматтар шлагбаум қойған, сырттан күдікті машиналар келген жағдайда тіршілік тоқтай қалады. Әуеден дрон арқылы көргенімізде үлкен көлемде қоқыстар қабылдап жатыр. Ол жердегі қоқыс ауқымы, қоқыс көлемі енді көзбен көрсе тіптен қорқынышты. Ертең күні қандай жағдай болатындығы қорқынышты. Қоқыс ауқымы, тағы да айтам, өте үлкен көлемде. Қолымыздағы бар материалдармен біз бөлісуге дайынбыз. Аталған жағдай бойынша хабарыңыз бар ма? Былай ғой, мына дәл қазір осы бағана қоқысты сол жерге апарып төгуге бағанағы қаражат алу мәселесі бойынша бізде мағлұмат жоқ. Осы бүкіл деректеріңізді беріңізші. Бір жалпы шлагбаум қою, анау карьерді заңсыз пайдалану, оның бәрі біздің құзыретімізге жатпайды. Бірақ дегенмен де сіз бағанағы мағлұматтар беріңіз, біз басқа да тексеріп ашамыз. Өзіміз жақтан да, сосын әріптестерімізге де бұл мағлұмат береміз. Мынау қарау керек. Бұл жерде енді өте үлкен көлемде қоқыс жатыр, және олар ешқандай өңдеу жүріп атқан жоқ. Енді сізден кішігірім ғана өтініш, мәселен, жауапты комитет, жауапты қызметкерлерді бөлсеңіз, түсірілім тобымен бірге барып біз жұмыс жасауға дайынбыз. Пресс-служба бізбен байланыса қойса, Астана қаласы әкімдігімен келісімшартқа отырған осы 3 мекеме жөнінде жалпы келісімшартта көрсетілген бе? Арнайы сұрыптайтын экополигонға апарып төгу жөнінде ондай нұсқаулық бар ма? Бізде Астана қаласында бағана өзіңіз атап өткенде 3 компания бар. ZRVS, Тазажир, одан кейін Горкомтранс деген компаниялар, мекемелер осы тұрмыстық қалдықтарды жинап, тасымалдап, полигонға тапсыратын компаниялар. Бұлар
бізде олар жеке компания болғандықтан кез келген компаниямен рұқсаттама қағаздары бар полигондармен келісімшартқа отыруға құқықтары бар. Ол заңда да көрсетілген. Біз мысалы заңда көрсетілмеген тек қана Астанадағы экополигонмен ғана келісімшартқа отырыңдар деген. Егер де рұқсаттамалары бар полигондар болатын болса, олардың құқықтары бар. Біріншіден. Екіншіден, бағанағы экологиялық кодекске сүйене отыратын болсақ, 339 бапта ол жерде анық көрсетілген. Мысалы, осы жеке мекемелер мусорды жинаған сәттен бастап неге тапсырғанға дейін ол өздерінің нелері болып табылады. Бағанағы қалдықтардың иелері болып табылады. Сол себептен біз оларға бағана запрет дейді ғой, запрет бере алмаймыз. Мына компаниямен келісімшарт отырыңдар, мына компаниямен отырмаңдар деп. Шалғай ауылдарға, аудандарда өздерінде бір мини цехтары, мини сұрыптаушы сондай жаңағы қондырғылар қондыру керек. Ал енді үлкен, ірі елді мекендерде бірнеше жаңағы технологиялық варианттары бар. Мысалы шетелдерде, мысалы Вена деген қалада сондай мусорный комбинат қаланың қақ ортасында тұр. Жылу, тоқ сондай беріп тұрды. Сол жаңағы мусордан газ алады, оны жағып, жаңағы электр энергиясын алады, немесе жылу энергиясын алады. Немесе сол жердегі пайдалы дүниелердің бәрін сұрыптап барып, оны екінші жаңағы шикізат есебінде пайдаланады. Міне осындай әлемдегі бар озық технологияларды әкеліп, біз Қазақстанға енгізуіміз керек. Сонда біз бұл мәселені шешеміз. Мысалы қараңыз, Астананың өзінде біздер сол полигонға барып, өткен жылы соның жұмысымен танысқанбыз. Сонда бізге берген мәлімет бойынша 46%-ға дейін Астанада полигонға кететін тамақ өнімдері. Біліп отырсыз ба? Ал шетелдерде мысалы тамақ өнімдерін бөлек алып, оны жаңа бөлек сұрыптап, одан тыңайтқыштар жасайды. Біліп отырсыз ба? Сондықтан бізге ол бар технологияны әкеліп ендіру керек. Осы полигондар бойынша қалай бізде ахуал болып жатыр? Мен қолымда бар ақпаратқа сәйкес полигондардың 20% ғана тиісті талаптарға сай келеді. Өздеріңіз білетіндей 2020 жылдың аяғында үкімет кешенді іс-шара жоспарын бекітті. Онда 100 жаңа полигон салу қарастырылған. Бүгінгі күнге өңірлермен сол 100 жаңа полигон салу жоспарының аясында 7 полигон салынып іске қосылды. 23 полигоны бүгін полигонның құжаттамасы әзірленді, проект сметінің документациясы 18 бойынша әзірленуде. Ал енді қалған 52 полигон бойынша бүгінгі өңірлерге осы биылға қаражатты қарастырып, сол құжаттамасын әзірлеуге кірісу керек. Одан тыс бірден-бір бүгін осы полигондардың экологиялық кодекске сәйкес келмейтінің бірден-бір себебі мына қала мен ауылдық елді мекендерді бөлмей сол бір талап болуы. Себебі ауылды мекендерге бүгінгі тиесілі талаптарға сәйкес қыруар қаражат керек. Сол себептен біз экологиялық кодексқа әзір жеңілдету, осы талаптарды жеңілдету қарастырылған. Одан тыс біз өткенде өзіңіздің тапсырмаңыз бойынша полигондарға осы өтіл төлем есебінен қаржыландырып қарастыру белгіленіп жатыр. Жалпы осы бағытта жұмыс баяу жүріп жатыр. Ауыз толтырып айтатындай нәтиже жоқ. Әкімдіктердің жұмысын дұрыстап үйлестіру керек министрлік тарапынан. Министрліктің белсенді ұстанымы керек осы бағытта. Біз бұның бәрін көріп тұрған жоқпыз әлі күнге дейін. Сұрақтар бар ма министрге? Отырыңыз. Дронмен осы неттіңіз ғой, түсірдіңіз ғой анау ненің бойынша. Сол екі жері, бірінші жер, ол ИП Қоянды деген анау неде Қояндыда жеке кәсіпкерлік соның несінде. Екінші жер арқа тазалық деген туын несінде.
сол бірінші өткен жылы жаңағы предохранный прокуратураның несімен біз тексеріс ашқанбыз екі мекемеге жаңағы. Содан кейін сотқа құжаттарды беріп тоқтатқанбыз жұмыстарды жарты жылға. Сол жаңағы штраф салып дегендей. Содан кейін осы жылы бізге Астананың мекемесі ресайклинг деген Астана ресайклинг өтінішпен арызданды. Сол өтініш байланысты біз жаңағы ИП Марушак деген мекеме жаңағы жеке кәсіпкерлік, сол Zero West пен жаңағы Астананың қоқыстарын жинайтын компаниясы, солар сол сіздің территорияға жаңағы қоқыстарды шығарып жатыр деген. Соны мәліметті біз полицияға жібердік, бізде материал келді, жаңағы Марушак жеке кәсіпкерлік, өзі Қостанайда жаңағы регистрация жеке кәсіпкерлік сонда болып жүр, бірақ мұнда жұмыс арқылы жерді алып арендамен сол жаңағы істі істеп жатыр екен. Содан кейін біз құжаттарды жинап сотқа бердік. Бірінші сот несімен, қаулымен постановление шықты, жаңағы штраф салып, жаңағы жарты жылға жұмыстарды тоқтату деген. Онымен жаңағы жеке кәсіпкер келіспей апелляцияға берді. Бүгінгі таңда жаңағы апелляцияның күні әлі айтқан жоқ бізге сот. Содан кейін жаңағы соттың несі қаулы шыққасын біз жаңағы Астана қаласының әкімдігіне, содан кейін Астана қаласының полициясына, Целинград ауданының әкімдігі мен полиция органдарға хатты жібердік. Осы жаңағы жеке кәсіпкер заңсыз жұмыс істеп жатқаны мінекей қаулы бар. Сондықтан жаңағы көлік болсын шығармау керек біздің территорияға деген. Сондай хаттарды жібердік. Басқадан еще департамент экономических расследованияға құжаттарды жібердік. На наличие законности предпринимательской деятельности деген уголовные правонарушения, соны қарастырыңыздар деп. Содан кейін осы өткен жұмада инспекторды жіберіп, жаңағы жерде сол сіздің кісілерге интервью берді ғой ананың несінің жанында. Бүгін таңда тексеріс ашық жаңағы қояндыға, ИП қоянды мен ИП арқа тазалық. Біздің мекемелердің айтуы бойынша, бізге берген мәліметтер бойынша, біз білеміз, екі полигон бар Қоянды ауылдық округінде. Ол жерде біріншісі ИП Марашук дейді, екіншісі ИП Қоянды тазалық. Бұл жерге енді бұлардың біздің мекемелердің Астана қаласында 3 мекеме бар дедім ғой, олардың келісім шарттары бар ол полигондармен. Таза жердікі, мысалы, с 1 марта 25 года дейді. 1 марттан бастап, 7 марттан бастап ол ИП Марашукпен жұмыс жасамайды. 7 март емес, 10 марттан бастап ИП Марашукпен қазір жұмыс жасамайды. Неге деп сұрағанда, олар айтады, бізде оларда соттық отырыс басталды. Сол себептен ИП Марашукпен біз бір тараптан келісім шартты бұзып, жұмысты тоқтаттық. Қазір Астанадағы полигонмен жұмыс жасап жатырмыз. Таза жер қазіргі таңда ИП Марашукпен жұмыс жасап жатыр. Одан кейін Астанадағы экополигонмен жұмыс жасап жатыр. Олардың айтуы бойынша, енді бұл ИП Марашукпен соттық отырыс процесі жалғасып жатқандықтан, әлі онда не апелляцияға берілген, әлі уақыт бар ғой деп, әлі олар жұмыстарын жалғастырып жатыр. Горком трансқа келетін болсақ, ол ИП Қоянды тазалық сонымен келісім шартқа отырып, дальше өздерінің жұмыстарын жалғастырып жатыр. Бірақ Астанадағы экополигонмен де параллельно. Енді айта кететін болсақ, енді бұл жерде бағана айттым ғой, әр полигон өзіне рұқсаттамасы бар полигондар, енді рұқсаттама беретін уәкілетті органдар бар ғой. Оларды мысалы тексеру керек, оларды мысалы жаптырып тастау керек, істетпеу керек ондайларды мысалы. Енді басқа облыста болғандықтан мен оларға қазір
нақты жауап сізге бере алмаймын, неге ол жаққа барып төгіп жатқанын. Бірақ бізде онда запрет деген жоқ. Сендер ол жерге барып төкпейсіңдер, тек қана экополигонға төгіңдер деген ондай біз запрет бере алмаймыз. Астана қаласы әкімдігінен біз ресми жауап алған кезімізде қоқыс тасымалдаушылар қоқыс контейнерлерін көтеріп алғаннан кейін жауапкершілік біздің мойнымызда емес, олардың мойнында деп отыр. Бұл қандай да бір экологиялық жауапкершіліктен жалтару емес пе? Енді сол қызметті көрсетуге міндеттеме алған, келісімшартқа отырған, немесе сол өзінің функциясы бар компаниялар, олар өзінің мойнына жауапкершілік алу керек. Тасымалдайтын солар, апарып тапсыратын солар. Егер де олар өздерінің нақты апарат жеріне апармай айдалаға апарып төгетін болса, онда жауапкершілік сол тасымалдаушы компанияның мойнында болады. Сұрыпталмайтын полигонға тасып жатса, тұрғындар не себепті 600 теңгеден астам қаражат төлеу керек жан басына? Сұрақтың негізгі сұрағы осы ғой. Тариф, мәселен, көтерілген кезде осыны желеу етті. Ол сұрыпталады деп көрсетілді анық. Сұрыпталмайтын полигонға тасып жатыр ғой. Енді бұл жерде мен ол полигонда өзім болған жоқпын. Енді бұл кісілердің айтуы бойынша ол жерде қалдықтар, қоқыстар сұрыпталады деп айтылған. Бірақ енді мен ол жерде басқа өңірде орналасқандықтан, басқа облыста орналасқандықтан мен нақты сізге жауап бере алмаймын. Бұл жерде құзыретті органдар бар, уәкілетті органдар бар, ол Ақмола облысы экология департаменті бар. Олар тексеріп, бар жоғын анықтау керек деп ойлаймын негізінде. Енді менің құзыретімде емес бұл. Сізге жауап бере алмаймын. Бірақ мына мекемелердің айтуы бойынша ол жерде бар деп келісім шартқа отырып, қазір жұмыстарын жалғастырып жатыр. Ақмола облысында неге Астана қаласының әкімдігімен келісімшартқа отырған компаниялар неге Ақмола облысына тасымалдап, Қояндыға тасымалдап отыр? Бұл жерде қандай да бір заң бұзушылық жоқ па? Табиғатты ластауға байланысты? Біздің әріптестерге Астана қаласының экология департаментінде хат жібергенбіз, жаңағы мынау сот несі қаулы шыққасын. Енді жаңағы Zero Waste, жаңағы басқа компания болсын, жаңағы қоқыстарды жинайтын Астана қаласында, олар міндетті түрде оны қоқысқа апаратын жерді рұқсаттары бар жоғын міндетті түрде сосын ғана шартқа отыруға мүмкін. Соны біз нелерді жібергенбіз құжаттарды. Енді сол мекемелерге тексеріс ашып, жаңағы заңсыздықты қойыңыздар деген. Біз енді өз Ақмола облысында болғасын аналарға аша алмаймыз ғой, басқа территорияда болып. Жаңағы алдында айтқандай полиция нелерге жергілікті бүкіл официальный ресми хат жібердік. Сол енді қазір не істеп жатқандарына нем жоқ. Яғни менің түсінгенім, кеше біз Астана қаласы әкімдігіне қатысты қоршаған ортаны қорғау, табиғат ресурстарын қорғау, қоршаған орта және табиғат ресурстарын қорғау департаментінің басқарма басшысының орынбасарымен сөйлескен кезімде ол кісілер айтты, бұған дейін бізбен контрактіде отырған 3 мекеме, олар өздерінің рұқсатнамасы бар полигонмен келісімшартқа отырғандығын айтып келді деді. Яғни ол жердегі полигондарда ешқандай рұқсатнама жоқ. Яғни сіз оны растайсыз, ешқандай рұқсатнаманың жоқтығын. Жоқ, рұқсатнама жоқ. Біріншіден, екіншіден жаңағы айтады ғой, шарттары заңсыз болады, жаңағы шарттары. Жаңағы Астана мекемеден бар ғой, қоқысты шығаратын. Олар шарттары заңсыз саналады. Негізі мұнда құжаттары жоқ болғасын. Соны ресми түрде біз оны да жібердік. И нақты қазір біз инспекторды жібердім өткен жұмада. Полициядағы нелерге ресми да өзімізді айттық, енді қандай машина болсын Астана қаласынан осы жаққа кірсе ол заңсыз. Соны нақты тоқтатып, административный штраф болсын, қандай шараларды қолдануға міндетті түрде обязаны они. Аталған азаматтардың төгіп жүрген полигоны рұқсатнамасы жоқ болып шықса, аталған 3 компаниямен келісімшарт тоқтатыла ма? Или процесс қалай болады? Егер де анықталған жағдайда, сот шешімімен анықталған жағдайда, бұл 3 компания, ол бағанағы ИП Қоянды тазалық, ИП Марашюктермен келісімшарт үзіледі. Олардың өздерінің араларында. Получается, өзіміздегі ресми түрде қоқыстарды қабылдайтын экополигонымызға барып келісімшарт. Енді оларда келісімшарт бар ғой, сол жерге барып төгетін болады. Енді бұл жерде жол бермеу керек деп ойлаймын. Мысалы,
құзыретті уәкілетті органдар бар ғой, келісім шарт, рұқсаттама қағаздарын беретін. Енді олар жақсылап жұмыс жасап бермейтін болса, жол болмаса сондай полигондарға тазалық сақталады деп ойлаймын. Тариф бекітілген кезде осы мәселе келісімшартта көрсетілмеді ме? Тариф көтерілді, 2 есеге дейін тариф көтеріліп отыр. Ендігі кезекте тек қана экополигонға ғана апаруға міндеттеледі. Міндеттелу деген жоқ. Міндеттей алмаймыз біз. Тек қана экополигонға апарып деп міндеттей алмаймыз. Ол заңда көрсетілмеген. Онда тариф неге көтерілді? Тариф көтерілген себебі енді күннен күнге қала үлкейіп жатыр. Бағанағы халықтың саны үлкейіп жатыр. Одан кейін мысалы кез келген заттардың бағасы көтеріліп жатыр. Енді тек қана сортировканың өзі де, мысалы сортировка, переработка енді может быть бар шығар, мен ол жағын білмейді екенмін, бірақ сортировка ол жерде көрсетілген. Одан кейін мынау бензиннің бағалары қымбаттап жатыр, барлық зат қымбаттап жатыр. Сол себептен енді соответственно тоже бағалары өсіп жатыр деп ойлаймын. Біз көріп отқан фактімен ол жерде сортировка жоқ. Енді бізге берген мәлімет бойынша, мысалы мекемелердің бағанағы Zero Waste, таза жер, Горкомтрастың берген мәліметтер бойынша, олар рұқсаттама бар, рұқсаттаманы берген кезде көзді жұмып бере салмайды ғой, уәкілетті орган, дұрыс па? Ол барлық күшіне қарайды, сортировка бар ма, жоқтығына қарайды, переработка бар ма, жоқтығына қарайды. Бәрін учитывая, выдается разрешение, дұрыс па? Бағанағы рұқсаттама беріледі. Сол рұқсаттаманы көрсете отыра, бұл бағанағы 3 мекемелермен келісім шартқа отырып, бұл жұмыстарын жалғастырып жатыр. А дальше мусор келіп полигонға келгеннен бастап өңдемеуі ол полигонның жауапкершілігінде деп ойлаймын. Егер де ол жаңа тасымалдатын қоқыстардың бәрі сол рұқсат етілмеген жерге апарып төгілетін болса, бұл заңсыз. Бұл заңсыз, жаңа соны істеп отырған заңды тұлға болсын, жеке тұлға болсын, ол жауапкершілікке тартылады. Әкімшілік кодекстің жаңағы тиісті бабына сәйкес. Ал егер де олардың рұқсат етілгені болатын болса, онда оған әңгіме жоқ. Сондықтан жаңа айтып отырмын, фактілердің бәрін тиісті органдарға беру керек. Сізге материалды ұсынсақ, сіз тарапыңыздан қандай? Маған ресми түрде өтінішпен шығыңыздар, біз бұны тиісті органдарға жолдаймыз және оны бақылауға аламыз.